Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз химияда кездесетін есептердің бір түрін шығарып үйренетін боламыз. Ең бірінші біз есептің берілген шартын жазып алайық. Яғни бірінші біз берілгені бізге H хлор, яғни тұз қышқылының көлемі берілген. Оның пайызы берілген, тығыздығы берілген, және де темір массасы берілген. Осындай табу керек, бөлінген сутектің көлемін табу керек. Негізінен химияда көп сөздің өзі қажет емес. Мысалы, есептің өзі сөзбен берілген болса, бірден сіз оқып, оны жазып отырмай, осылай белгілер арқылы, формулалар арқылы берілгені деп бірден осылай жазып кетсеңіз, өте ыңғайлы болады, әрі өте дұрыс болады. Есептің шарты бойынша, яғни H хлордың 10-58 мл, 16% және 1,1078 грамм сантиметр куб ерітіндісі. Осы ерітіндісі, яғни темірдің 1,12 грамм темірді еріткенде бөлінген сутектің көлемін анықтау керек деп айтылған. Ең бірінші біз реакция жазып қарастырайық. Яғни H хлорға темірді қосқан кезде хлор 2, H2 алдына 2 қоямыз, сол кезде теңеседі. Енді осылай беріліп тұр. Бізде мынау H хлор темірдікі белгілі заттар, ал бізде табу керек мынау сутектің көлемін табу керек. Миллилитр, X миллилитр. Оны табу үшін осы берілген мәндер бойынша есепті жүргізетін боламыз. Ең бірінші өзімізге белгілі ρ тең m бөлінген v формуласынан түрлендіру арқылы біз массасын тауып аламыз. Ρ көбейтілген v. Мәндерін қойып шығайық. Р'ның мәні бұл тұз қышқылына тиісті. Р'ның мәні 1,078. В-ның мәні H хлордың В-ның 10-58. Көбейту. Енді бұл жерде процент берілген. Процентін 100-ден пайыздан құтылып жереміз. Сол кезде 0,16 болады. Яғни 100%-ға бөлгенде оның пайызынан құтылып кетеміз. 0,16. Барлығын бірге көбейткенде 1,825 грамм болады екен. Мысалы, көбіне есептерде осындай тығыздық, көлем немесе масса беріледі, және оның пайызы берілген болса, біз есептерде байқасаңыздар, көбіне осы пайыздарын көбейтіп жереміз. Мысалы, мына жерде формулада жоқ қой деп айтатын болсаңыз, пайызы берілгендіктен пайызына көбейтіп жереміз. Бұл жерде пайыздың өзі өлшем бірлік болып табылады, ал оны 100-ге бөліп жерсек 100%-ға. Сол кезде өлшем бірлігінен құтылып кетеміз. Сонда жай 0,16 болады да, барлығын көбейтіп біз оның массасын анықтайды екенбіз осылай. Енді әрі қарай біз масса арқылы оның зат мөлшерін тауып аламыз. Зат мөлшері тең масса бөлінген m-ға. Бұл жерде қарапайым біз білетін формула. Мәндерін қойып шығайық. Массамыз мынау тұз қышқылынікі 1,825. Бөлеміз оны mr-ына. mr, яғни m дегеніміз бұл mr. Бұл тұз қышқылына тиісті. Тұз қышқылының mr-і. Яғни мына жерде сутек бізде 1-ге тең. Қосамыз. Хлордікі 35,5. Екеуін қосқан кезде 36,5. Мына жерде біз сонда 36,5 деп жазамыз. Тең. Калькулятормен бұлай бөлген кезде 0,05 болады. Осы зат мөлшерді тауып алдық. Енді осы жерде тұз қышқылында реакция бойынша алдында 2 коэффициенті бар. Сондықтан да осы 2-ге бөліп жереміз.
Өйткені біз зат мөлшерінің ең кішісін аламыз, сондықтан бізге ең кіші мән керек. Моль. 0,025 моль болды. 2-ге бөліп жібергенде. Енді бізде екінші мән бұл темірдің мәні, яғни массасы берілген темірдің тек қана массасы. Осы масса арқылы біз оның зат мөлшерін тауып аламыз. Тура осы формула масса берілген 1,12, мынау 1,12. М дегеніміз мрге тең, яғни бұл темірдің мрі. Менделеевтің периодтық кестесін қарайтын болсаңыз, ол жерде 56 деп жазылған. Яғни бұны жаттап алсаңыз болады. 56 бөлген кезде 0,02 болады. Мінекей екі зат мөлшері анықталды. Біреуі H хлордікі, біреуі темірдікі. Енді осы темірдің алдында міне 1 тұр, бұны бөлгеннен бәрі өзі шығады, сондықтан бөлмейміз. Енді осы екеуінің арасында ең кішісін таңдаймыз. Яғни 0,025, яғни 1000-25, 1000-2. Яғни 1000-2, 1000-20 деген сөз ғой, былай қарағанда. Қайсысы кіші екендігі айқын байқалып тұр. Яғни бұл 1000-20. Осы зат мөлшері бойынша біз есепті жалғастыратын боламыз. Яғни мынау берілген бізде нәтижесіне шыққан сутектің көлемін осы зат мөлшері бойынша анықтаймыз. Яғни ол формула, мынадай формула бар. Нью тең В бөлінген ВМ деген. ВМ бұл тұрақты шама, ал көлемін табу формуласы осы жерден анықталады. Бізде зат мөлшері бар, осы көлемді анықтаймыз. Түрлендіру арқылы, яғни В тең нью көбейтілген ВМ-ға. Ньюдің мәні мына зат мөлшерін аламыз. Өйткені бұл темірдікі ғой. Пропорция ештеңе құрастырмаймыз, яғни алдыларында бәрі екеуінде де 1. Барлығында 1. Мына 2-ден құтылып кеттік біз бөліп, сондықтан да бәрі 1. Сондықтан да осы кіші зат мөлшерін көбейтеміз мынау тұрақты шамаға. 22,4-ге. Сол кезде бізде 0,448 литр болады. Ал есептің шартында миллилитрмен анықтау керек. Бізде білеміз, литрді миллилитрге ауыстыру үшін 1000-ға көбейтеміз. 1, 2, 3, 0. Сол кезде 448 миллилитр. Осындай жауабы шығады. Байқасаңыздар, химияда осы кез келген есеп шығарған кезде оның өлшем бірліктері де ерекше мән беру керек. Өйткені өлшем бірлігі қате болатын болса, есептің жауабы дұрыс шықпайды. Өлшем бірлігіне және де формуланы дұрыс түрлендіруге де байланысты. Егер байқасаңыздар, көптеген есептерде осы 3-4 формула өте жиі қолданылады. Тығыздық формуласы, зат мөлшерін табудың массаға қатысты, көлемге қатысты формулалары өте жиі пайдаланылады. Яғни есептің табу керек, бізде мәні табылды. Егер сізге осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарийге ұнады деп жазуды ұмытпаңыз.